қасиетті мекен. Жер тербеген сайын аңыздар жаңғырып, әрбір ішегінінде ата-бабаның аманаты сақталған. Күн шығысындағы қасиетті өлке, Шығыс Қазақстанда өнер ешқашан жай ғана кәсіп болмаған. Ол халықтың үні, оның жаны, оның ертеңі. Өскемен қаласындағы халық артистері ағайындары бөлімдері атындағы Шығыс Қазақстан өнер училищесінің базасында 47-ші республикалық орындаушылар байқауы өтпек. 47-ші бұл соңғы 10 жыл болды, жылда өтіп жатқан байқау. Биылғы байқаудың ерекшелігі Өскемен қаласында тұңғыш рет осы байқаудың халық аспаптары, қазақ халық аспаптары аталымы бойынша байқау өтеді. Яғни 7 номинация дейміз, 7 аталым бойынша 16 өңірден, республикамыздан жаңағы бақ сынайтын байқауға қатысушылар келіп отыр. Оның ішінде анау Маңғыстау облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысы сияқты шалғай облыстардан және Астана, Алматы қалаларынан, Шымкент қалаларынан осы біздің Өскемендегі халық артистері ағайындары бөлімдері атындағы Шығыс Қазақстан өнер училищесі сияқты республикалық музыкалық колледждерден әр өңірден байқауға қатысушылар келіп отыр. Негізі Алматыдан біз Петр Чайковский колледжінен келдік. 6 қызбыз. Қылғобыз және Прима, мен 7-ген.